Barşаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай сәбізден кәрше салат жасаймын. Ол үшін бізге сәбіз, қара бұрыш, кориандр, алма уксусы, сұйық май керек. Осындай кәрше салатына арналған чөркіден сәбізімізді өткізіп аламыз. Одан кейін сарымсағымызды майдалап аламыз. Одан кейін барып жарты шай қасық тұз қостым. Әркім өз татымына қарай қосады. Жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық кориандр қостым. 1 шай қасық қант қостым, ол видеоға түспей қалды. Аздап қасықтың ұшымен қызыл бұрыш қостым, бірақ оны әркім өз қалауынша қосса да қоспаса да өз еркі. Мына бокалға мен 4 ас қасық сұйық май қосып алдым. Оның үстіне 6% алма уксусын қостым. Осы екеуін жақсылап араластырып аламыз бокалға. 70% уксус жарамайды. Мына сәбіздің үстіне өткізілген. Сол бокалымыздағы заправканы құямыз. Мына сұйық май мен уксусымызды құйып, әбден қолмен мұжып алдым. Ол видеоға түспей қалды. Одан кейін мен укроп пен петрушка қосып, аздап қосып араластырдым. Міне біздің салатымыз 15-20 минутта дайын болды. Өте дәмді, сулы болып шықты базардағыдай. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болып тұрыңыздар.